Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге суперкелін Диана. Бүгінгі шығарылымда сіздермен біргелікте шоколадный пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен табаққа 2 жұмыртқаны шағып аламыз. 80 грамм қантты салып араластырып аламыз. Сұйық майды құйып, аз ғана тұзды салып, қайтадан араластырамыз. Бөлме температурасына сүтті құйып араластырасыздар. Онды електен өткізіп аламыз. 1 ас қасық разрыхитель саламыз. Какаоны да електен өткізіп алатын боламыз. Енді барлық қоспаны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қоюлығы дәл видеодағыдай болу керек. Формаға пирогты салып, 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. 1 стакан жылы суға қант, кофені салып араластырамыз. Пирог піскен соң, дәл осы сұйықтықты бетіне құйып шығамыз. Пирог суыған соң, дәл видеодағыдай тесіп шығамыз. Дәл осы тескен жерлеріне ішіне шоколад құйып шығамыз. Тоңазытқышқа 2 сағатқа қоясыздар. 2 сағаттан соң пирогыңызды алып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай арасы шоколад, өте дәмді әрі жұмсақ. Сіздермен бірге болған суперкелін Диана, келесі видео рецептерде кездескенше.